Қайырлы күн, ИРМ Шымкент парақшасының оқырмандары және де ИРМ орталығының емделушілері. Сіздердің алдыларыңызда репродуктолог дәрігер Есенбулова Әсел Мұхаммедқазиевна. Біздің бүгінгі тақырып екінші жарты жылдықта берілетін квота бойынша эко бағдарламасы жайында біз сізбен сөйлесеміз. Ең бірінші айтатын ең жақсы жаңалығымыз, бәріне сүйінші, бүгін 16 июльде бізде портал квота бойынша ашылды. Кім кезекте тұр, өздеріңіздің тұрғылықты жерлеріңіздегі дәрігерлеріңізге немесе тұрғылықты жердегі емханаларыңызға хабарласып, кезекте тұрған болсаңыздар, өздеріңіздің квоталарыңызды кезек бойынша алып, етекір циклына сәйкесінше өз репродуктолог дәрігерлеріне кеңеске келе берсеңіздер болады. Күтіп жатқан адамдар өте көп, күнделікті бізге емделушілер хабарласып жатыр, квота ашылды ма деп. 2 күндікте ғана осы 1-2 күн ашылуына қалды дегенде біз хабарлады. Енді жалпы не себептен біз бүгін тікелей эфирге шығып отқан себебіміздің бір түрі осы екінші жарты жылдықтағы квота бойынша эко бағдарламасы. Және де эко бағдарламасына қайтадан барын қоятын сұрақтары, кім қатыса алады және де талаптары қандай деген. Айта кететін жағдай, былтырғы заңнамаға байланысты барлық талаптар сол қалпымен қалды. Сол талаптарды бәріміз әлі де ұстанамыз. Әрине қазір көп осы емделушілердің арасында, оқырмандардың арасында көптеген осы жаңағыдай әңгіме көбейіп жатыр. Жаңадан приказ шықты деп жатыр, жаңадан заңнама шықты деп жатыр. Осы маусым айында жаңа заңнама шықты, бірақ ол жаңа заң әлі ешқандай күшіне енбеді, және де ешқандай күшіне енгізілмей жатыр. Өйткені бұл жағдайда қарастырылатын жайттар өте көп, көтерілетін сұрақтар өте көп. Сол себептен әлі де ол қарастырылу үстінде. Ал енді квотаға тоқталатын болса, қандай талаптар бар, және де қай талаптарды біз сақтаймыз деген. Әрине, ең бірінші орында жас ерекшелігін әрине сақтауға тырысамыз. Жас ерекшелігі бұрынғыдай, және де эко бағдарламасына келгендегі сіздердің авариялдық қорының көрсеткіштері. Антимюллер гормонының көрсеткіші қалыпты болған жағдайда, ол дегеніміз сіздің көрсеткішіңіз бірден жоғары болу керек. Және де УЗИ-де жасаған кезде әр аналық бездегі осы фолликулдар саны әр аналық безде 3 жаңағы аналық фолликулдан болу керек. Және де немесе бір ғана аналық безі болған жағдайда, 6 фолликулдан асқан жағдайда біз сіздерге эко бағдарламасына квотаны рұқсат бере аламыз. Және де әлі де сол факторлар бар қарастырылған, ерлер факторы, және де әйелдердің жалпы түтікшелік фактор бар. Қазіргі таңда біз әрине эндокриндік факторды да қарастырып отыр. Ол былтырғы заңға байланысты поликистозы бар, мультифолликулярный яичник, овуляциясы жоқ, бірнеше жылдан бері емделіп келатқан қыз-келіншектер, бірақ сонда ешқандай нәтиже жоқ. Әлі де сол бедеулік стажы өсуде, бедеулік жалғасуда. Сол емделушілерге, қыз-келіншектерге әлі де біз осы квотаны беруге, рұқсат береміз, және де сіздерге квота көрсетілген, сіз талапкер, үміткер бола аласыздар. Тағы да бір көрсеткіш, жаңа ФСГ көрсеткіші, ол ФСГ-ның көрсеткіші 12-ден төмен болу керек, оны да біз сол қалпымен қарастырамыз. Ерлер факторында спермограмма көрсеткіштері сол бұрынғыдай қалған, астенотератозос бермей, жалпы көрсеткіштері, барлық көрсеткіштері, жалпы қозғалғыштығы, морфологиялық және де мар-тесті төмен болған жағдайда, көрсеткіштер төмен болған жағдайда біз әлі де квотаны рұқсат береміз. Енді қараңыздар, квота бойынша жаңағы көптер заңнамаға сәйкес бізге көптеген сұрақтар қойылады. Ол бірінші сұрақ, жалпы донорлық клетканы біз заң бойынша қолдана аламыз ба, және де қалай квота алса болады деп. Әрине, сіздер донорлық, аналық жасушаны, клетканы сіздер қолдана аласыздар, бірақ қандай жағдайда? Сіз келдіңіз кеңеске, приемға, сіздің АМГ-ңіз бірден асып тұр, 1,5 болсын, 2 болсын, спермограмма көрсеткіштер жақсы, 2 жатыр түтікшеңіз бітелген немесе мүлде жоқ, операциямен алдырып тастаған, жалпы түтікшелік фактор болды. Сіз келдіңіз, барлық анализдер тапсырып, сіз талапқа сәйкес келдіңіз, біз кариотип қалыпты болды, біз сізге
жалпы протокол рұқсатымыз бердік. Сіз протоколға кірген жағдайда, протоколға деген программаға кірген жағдайда, аналық безді біз стимуляция ынталандыру бастаған кезде жалпы препараттар тағайындап. Ынталандыру бізде айттық қой, стимуляция 10-12 күн аралығында болады. Пункция кезінде сізден жалпы біз ойлағандай емес, мысалы стимуляция жағдайында айымдыңыз қалыпты болды, ФСГ көрсеткіші қалыпты болды, бірақ та қандай да бір себептерге байланысты сіздің аналық безіңіз біз тағайындаған гормондарға ешқандай жауап қайтарған жоқ. Біз ойлағандай, мысалы, біз жоспарлаймыз 10 фолликул немесе 12 фолликул немесе мейлі 6 фолликул жоспарладық, бірақ соңында пункцияға келген кезде пункция күні сізде 3-ақ қана фолликул өсіп қалса, немесе 1 ғана фолликул өсіп, жалпы пункция жағдайында біз сізден 1 немесе 2 клетка алып қалған жағдайда, әрине біз заңға сәйкес, қазіргі приказға сәйкес, біз сізге донорлық аналық жасушаны біз ұсына аламыз. Донорлық аналық жасушаны сіз жалпы программаны квота тарапынан сол басталған программаны өте аласыз, бірақ та донорлық аналық жасушаларды сіз сол орталықтың криобанкынан қатырылған донорлық клеткаларды өзіңіздің қаражатыңыз үшін ала аласыздар. Мені заңнамаға сүйенсек, ол солай қазіргі приказ. Және де мысалы дерлік айтылып жатыр суррогаттық анамен және де донорлық сперма қолдану. Ол әлі қарастырылып жатыр, ол заң әлі енгізілген жоқ. Өйткені біз сіз алып келген суррогаттық ананы немесе сіз қандай да бір себепке байланысты сіздің донорлық сперма алу жағдайы болатын болса, біз оны қолдана ала алмаймыз. Өйткені жалпы біз бәріміз протоколмен жұмыс жасаймыз. Протоколға байланысты олар ешқандай кодпен, ешқандай диагнозбен бекітілмейді. Сол себептен бұл заң әлі қарастырылып жатыр. Бұны барлық дәрігерлер, барлық эко орталықтары жалпы қарастыру үстінде. Енді басқа да пациенттер мысалы келет, көптеген жазып жатыр, звондап жатыр, мен айыңғым 0,2 еді, немесе мен айыңғым 0,5, бірақ та квотаны донорлық клеткамен, мысалы сіңлімді, әпкемді, немесе тағы да таныстарымды алып келіп донорлық программаға квота бойынша кірсем. Жоқ, өкінішке орай біз рұқсат бермейміз. Өйткені сіз алып келетін ол мүлдем сіздің программаңызға қатысатын бөтен жан, оны біз квотаға ала алмаймыз. Өйткені сіздің жағдайыңызда сіздің аналық безіңіздің көрсеткіші УЗИ-мен, гормоналдық анализбен көрсеткіші талапқа сәйкес келмейді, сол себептен квота берілмейді. Мені осыған байланысты біз бүгін тікелей эфир жүргізіп, сіздерге ашығын айтып, ашық жүргізбек жалпы мақсатымыз болды. Айта кетерлік, қазір бүгіннен бастап порталда пациенттер уже өзінің кімнің кезек келді қойылып жатыр. Келсеңіздер болады кеңеске, приемға келіңіздер. Программаның барлық анализдеріңіз дайын болса, этикар цикл сәйкес келетін болса, әрине уақытымен сіздерге уже квота бойынша программаңыз басталады. Қоятын сұрақтарыңыз болса, тікелей эфирге қойсаңыздар болады, жауап береміз. Өйткені түсініксіз жағдайлар әлі де көп сияқты. Гипоплазия бірінші степень туралы айтыңызшы, емдеуге болмас. Сіз қандай гипоплазия жайлы айтып жатырсыз, соны білсек, өйткені гипоплазияның түрлері бар, әріңізде соны жазып жіберсеңіз, немесе жеке кеңеске келсеңіз болады. Саламатсыз ба? Менде қазір сұрақтарым бар, екінші телефоннан оқуға тура келеді. Сіздер жаза беріңіздер. Здравствуйте, если фолликул созревает и не лопается при инсеминации, вы можете лопнуть, и сколько стоит тиды? Здравствуйте, если у вас овуляция не происходит, конечно же, вы должны будете подойти на прием, надо будет цикл понаблюдать. Если на самом деле это так, конечно, есть препараты, которые вызывают овуляцию, и мы можем промониторировать. Все стоимости по поводу приемов, мониторингов вы можете узнать на нашем сайте, либо позвонить в колл-центр. Заморозка эмбрион қанша тұрады дейді. Заморозка эмбриондар санына байланысты 60 мыңнан 100 мыңға дейін біздің орталықта. Анализдер квоточный крема жоқ. Квотаға сіздердің тапсырылған анализдеріңіз кірмейді, өйткені сіз ол анализдеріңізді біріншісін айтады ғой, поликлиникада, емханада немесе кез келген лабораторияда дайындап келесіздер. Квота бағдарламасынан сіздерге кіретін, ол бірінші біз тағайындайтын
стимулятор препараттары кіреді, және де эко бағдарламасы, эко плюс икси бағдарламасы осы квотаға кіреді. Және де кейінгі кездегі ерітіп салу осы квота бағдарламасымен тегін болады. На квоту можно с непроходимостью обеих маточных труб? Да, конечно, на квоту, вообще показания на квоту для программы ЭКО это является мужской фактор и женский фактор. Женский это трубный фактор, отсутствие маточных труб или непроходимость маточных труб. Можете. Квотаны әйелдің қай жасқа дейін беріледі? Квотаны әйелдің осы 2020 жылғы заңға сәйкес, приказға сәйкес бізде айтылды, жас ерекшелігі 42 жасқа дейін деп тіркелді. Жалпы сіздің жасыңыз 42-ге дейін болса, антимюллер гормоныңыз, УЗИдегі көрсеткіштеріңіз, фолликулдардың көрсеткіштері бірден осы 6 фолликулдан жоғары болса, сіз үміткер бола аласыз. АМГ 994 болса бола ма, әлде ол жоғары ма? Әрине, АМГ 994 болса болады, бұл мультифолликулярлық аналық без, немесе поликистоздық аналық без ретінде. Әрине, сіздер жатасыздар, талаптарға сәйкес болса квотаға. Гидросальпингс шықты, портал береме, қанша квота берілді? Гидросальпингс деген диагноз бойынша квота, сіз приемға келген кезде, сізді гидросальпингс диагнозы турбаңызда анықталатын болса, және де УЗИде біз гидросальпингсті судың жиналуын жатыр түтікшеде көретін болсақ, әрине бірінші жол сіз эко бағдарламасына кірместен бұрын, сізді стимуляция бастамас бұрын, әрине операция жасап гидросальпингсті удалить еткен жөн болады. Одан кейін сізге квота көрсетілген АМГ-нің көрсеткіштері сәйкес келсе. Қандай анализдер алып келу керек? Өздеріңізбен бірге, сіз біріншілік приемға келе жатқан болсаңыз, бізге өзіңізбен бірге күйеуіңіздің спермограмма анализдер 3 көрсеткіш бойынша морфология, март-тест, спермограмма, және де сіздің гормоналдық статусыңыз көрсететін анализдер қорытындысы, жатыр түтікшесінің рентген болса, немесе бүгінгі күнге дейінгі қандай да бір операция болса, соның выпискаларыңызды алып келгеніңіз жөн, осы анализдермен біз қарастырамыз. Кариотип анализі тексеру ерлі-зайыптыларда әлі де өз күшінде бар. Кариотипті қандай жағдайда тексереміз? Сіздерде анамнезде дейді ғой, түрі туылған балалар болмаса, то есть ешқандай жүктілік болмаса, бірнеше жылдан бері тұрып жатырсыздар, жүктілік жоқ, сол кезде кариотип көрсеткіш ретінде табылады. Немесе бірнеше рет жүктілік болды, бірақ қандай да бір себептерге байланысты, мысалы түсік болды, немесе себепсіз түсіктер болды, привычно невынашивание, сол кезде біз кариотип анализі қарастырамыз. Одан кейін анамнезде туылған балада қандай да бір ақау болса, кариотип анализін ерлі-зайыптыларда қарастырамыз. Ол талап табылады әлі де. Квотаға тіркелсе қанша ай, қанша жылда келеді? Квотаға сіз тіркелген болсаңыз, ол сіздің тұрғылықты жердегі ол әйелдер санына байланысты болады, және де бөлінген квота санына. Сіздің тұрған жеріңізде, мысалы бедеулікпен жүрген әйелдер саны көп болса, әрине сіз күтіп қалуыңыз мүмкін. Бірақ та қазір айтылып жатыр ғой, 7000 квота берілді, сол себептен квотаның сіздің кезегіңіздің келуі қазір тез. Бізден алып кеткен порталдар осы 1-2 ай көлемінде уже кезегі келіп жатқан емделушілеріміз бар. Азоспермия, поликистоз квота бола ма? Азоспермияның түрлері бар, сіз уролог-андрологқа қаралғаныңыз жөн. Және де жалпы сіздің гормоналдық ер адамның көрсеткіштерінде қарау керек, соған байланысты ол қарастырылады. АМГ-нің дәрі-дәрмекпен көтерілуі мүмкін бе? Антимюллер гормонның дәрі-дәрмекпен көтерілуі мүмкін емес. Не себептен? Өйткені біз айтатын сол сізге берілген қор, сізге қор беріледі әр әйел адамға, қыз балаға өмірінің определенный дейді ғой, белгілі бір жасына дейін беріледі. Біреуге 40 жасқа дейін берілуі мүмкін, біреуге 25-30 жасқа дейін берілуі мүмкін. Және де ол қор таусылған кезде ол қордың орнын толтыру мүмкін емес. Өйткені бұл аналық жасуша, бұл клетка, бұл клетканың орны толмайды. Және сіз қандай дәрі-дәрмек ішсеңіздер, мейлі БАД ішсеңіз, витамин ішсеңіз, оның орны толмайды және де көбеймейді. Мен айтатын болсам,
қазіргі таңда әлі эликсир молодости ешкім ойлап таппады, сол себептен АМГ-нің көрсеткіштері көтерілу өкінішке орай мүмкін емес. Гормон нарушение болып жүріп көтеріп жатқандар бар ма? Гормоналдық нарушениенің түрлері бар. Әрине, гормондарды өз ретіне келтірген кезде жүктілік болуы мүмкін. Гормондар тек қана әйелдер гормондары емес, қалқанша безінің, сүт безінің гормондарының өзгерістер болуы мүмкін, оның барлығы реттеледі. Сіз эндокринолог дәрігерге немесе репродуктолог эндокринолог дәрігерге кеңесіне барсаңыздар болады. Саламатсыз ба? Антимиллер гормон 0,72 квотаға ілінген ба? АМГ 0,72 әрине квотаға төмен, бұл жерде іліну мүмкіндігі жоқ десек болады, бірақ жас ерекшелігіне және де УЗИ-дегі аналық бездің фолликулдардың санын көрсеткішіне міндетті түрде қараймыз. Саламатсыз ба? Замерші болғанына 1 ай болды, анализ тапсырып ем қабылдай берсек бола ма? Қандай ем жайлы сіз айтып тұрсыз? Сіздің гинеколог дәрігеріңізге барсаңыз болады, тағы да қаралсаңыз болады. Саламатсыз ба? АМГ 9,94 болып тұр, бола ма әлде жоғары ма? 9,94 АМГ-мен сізде бірнеше жылдан бері жүктілік болмаса, сәтсіз жоспарлау сәтсіз болған жағдайда әрине сізге көрсетілген. Тұрбамды рентген арқылы тексеруім керек еді, қайда тексерсем болады, сіздерде бар ма? Біздің орталықта жатыр түтікшесін тексеру бар, бірақ та рентген емес. Біздің орталықта ультрадыбыстық тексеру ГСГ дейді ғой, гистеросальпинга сонография арқылы ультрадыбыстық жүйемен тексере аламыз жатыр түтікшесін, бірақ рентген емес. Біздің орталықта рентген жоқ, өйткені бізде аналық жасуша дегенде аталық жасуша эмбриондар сақталады, сол себептен біз рентген біздің орталықта жоқ. Кариотип дұрыс болмаса квота беріле ма дейді. Кариотипіңізде қандай да бір өзгеріс болса, бұл өзгерістер қалыпты жағдайға жатпаса, қалыпты жағдайға кірмесе, әрине бұндай өзгерістермен сіз эко бағдарлама квота бойынша өте алмайсыздар. Не себептен? Өйткені кариотипіңізде өзгерістер болатын болса, біз сізге ұсынуымыз мүмкін предимплантационная генетическая диагностика дейді, ПГД дейді, немесе CGH дейді. Ол не деген сөз? Сізден алған ұрық пен күйеуіңізден алған ұрықты ұрықтандырып пайда болған эмбрионның кариотипін тексеру 46 хромосомаға немесе 7 эмбрионға қандай да бір ақау бар ма деген. Ал біздің мемлекеттің беріп отқан квотасы өкінішке орай ПГД-ға, CGH-ға негізделмеген, сол себептен көрсетілмеген, сол себептен сіздің случайыңызда ақылы түрдегі эко бағдарламасы. Мен сұрағыма жауап бермедіңіз дейді. Тақырыпқа сәйкес емес сұрақтар болса, біз жауап бермейміз. Ол сұрақтар басқа эфирде қойсаңыз болады, немесе дәрігердің жекесіне шығып қойсаңыздар болады. Әйел адамда жалпы қанша яичник болады? Қалыпты жағдайда, физиологияда әйел адамда 2 аналық безі болу керек. Менің квотам 213 келген еді, қашан барайын? Оны мен айта алмаймын. Сіз тұрғылықты жердегі поликлиникада өзіңіздің дәрігер акушер-гинекологыңыздан барып, кезегіңізді анықтап, біліп, кезегіңіз келсе, келе берсеңіздер болады. Қалай білуге болады? Очеретіңізді карта бойынша. Очеретіңізді поликлиникадан білесіздер, қыздар. Саламатсыз ба? Қызым бар, ұлды бола алмай жүрміз, қандай амалы бар? Саламатсыз ба? Бұл тақырыпқа сәйкес емес, әрине біз ұлды болуын, қыз ұлды болуын есептей алмаймыз, әрине. Бірақ та оған байланысты жаңада айттық қой, эко бағдарламасынан кейін, эмбрион алғаннан кейін қандай да бір хромосомалық ақаулар бар екенін анықтай отырып, және де жыныстық хромосоманы анықтай отырып, бұл мекен қыз бекен анықтауға мүмкіндігі бар эко бағдарламасында. АМГ біз протокол выписка бәрін алып қойғанбыз, 2 ай бұрын портал жабылып қалып, тоқтап қалған. Қазір барсақ ары қарай не істейміз? Протокол выписка алып қойған жағдай болса, сіздерді кезекке қойған деген сөз, сіздің дәрігеріңіз қай орталыққа жіберді, ол айтылды департамент здравоохранения, жаңағы облыстық перинаталдық орталық немесе қандай да бір қай орталық сізге портал бөліп жатыр, квота бөліп жатыр, сол орталыққа барсаңыздар болады.
өздеріңіз кезектеріңіз келсе портал квота қағазын жолдаманы алып келе беріңіздер. Саламатсыз ба, менде 12 жыл бедеулік, квотаға ілінем бе? Проходимс тұрбан тексерттім, барлығы жақсы дейді. Саламатсыз ба, квотаға іліну үшін жоғарғы талаптарды айтып кеттім. Сол талаптарға сәйкес келсеңіз, және де осы уақытқа дейін істеген іс-әрекеттер, емдер ешқандай нәтиже алып келмесе, әрине сізге эко бағдарламасы көрсетілсе, және де квотаға үміткер бола аласыз, сәйкес келсе анализдеріңіз. Климакс басталып кетсе де эко болады ма? Климаксты басталып кетсе, бірінші біз жас ерекшелігіне қараймыз, және де эко бағдарламасы тек қана ол жағдай донорлық клеткамен болуы мүмкін, бірақ тек қана ақылы түрдегі эко бағдарламасы. АМГ деген ол не? Оны қалай тексеруге болады? Антимюллеров гормон деген сіздің аналық безіңіздің авариалдық қоры дейді ғой, соның қорының көрсеткіші, гормоналдық көрсеткіші болып табылады. Оны сіз қан арқылы, тапсыру арқылы етеккірдің кез келген күні біле аласыздар. Қалыпты жағдайда антимюллеров гормон сіздің жас ерекшелігіңізге байланысты болу керек. Әрине қалыпты жағдай біз қарастырамыз, бірден бір жарымнан жоғары ол же қалыпты АМГ гормоны. АМГ 003 жет квотаға іліне алам ба дейді. Түсінбедім, АМГ-ніздің көрсеткіші дұрыс көрсетілмеген. Саламатсыз ба, екі фолликулмен, естествен жолымен болама. Екі фолликулмен табиғи циклдағы эко бағдарламасы ақылы түрде жүреді. Олар жинақтаушы программа ұсынуыңыз мүмкін, немесе үлкен программа экода донорлық клетка қолдану арқылы эко бағдарламасы болады. Тек ақылы түрде. Чтобы по квоте попасть на ЭКО, что нужно для этого? Чтобы попасть по квоте на ЭКО, вы должны пройти консультацию у репродуктолога, либо по месту жительства у себя, у гинеколога, а потом следующий у репродуктолога, собрать нужные анализы, которые указывают на то, что вам показана программа ЭКО, а потом уже встать в очередь и пройти программу ЭКО по квоте. Бір ғана аналық без болса, үмітім бола ма көтеруге дейді. Айттық қой, бір ғана аналық безінде 6 фолликуладан асқан жағдай болса, әрине үмітіңіз бар көтеруге. Жалпы сіздің көрсеткішіңізге байланысты. Эко квотамен іліну үшін не істеу керек? РМді бірден барсақ бола ма? Я бірден бізге келетін болсаңыздар, сіздер бірден келе аласыздар. Келген кезде репродуктолог дәрігердің консультациясын өтесіздер. Консультациядан кейін өзіңіздің тұрғылықты жерде бізден алған протоколды алып барасыздар. Квота үшін диагноз әсері бар ма? Қандай диагноз әсері? Тікелей эфирге қатысы жоқ сұрақтарға жауап бермейміз. Тікелей эфирді тыңдаңыздар, тақырыбы сіздің ешқандай сұрағыңызға сәйкес келмей жауап бермейміз. Саламатсыз ба, 9 жастан, ұлым бар 9 жаста, содан көтеремін, 42 жастан қалай тіркелемін дейді. Репродуктолог дәрігердің кеңесіне келсеңіз болады. Эко жайлы сұрайтын болсаңыз, өкінішке орай эко бағдарламасы квота бойынша 42 жасқа дейін көрсетілген деп айтып отырмыз. Антимюллеров гормонның көрсеткіші бізге рөл ойнайды. Саламатсыз ба, балалы болғым келеді, жасым 46-да, 5 ай сайын келеді, өзім көтере аламын, күйеуім экоға қарсы болып тұр. Әрине 46 жаста бұл жас ерекшелік үлкен рөл ойнауы мүмкін. Тек қана жас ерекшелігі ғана емес, сіздегі гормондарыңыздың дұрыс жұмыс жасауы, овуляцияң болуы, немесе жалпы жолдасыңыздың спермограммасында қараған жөн. Кеңеске келсеңіз болады. Мысалы, менде вторичный бесплодие, бір турбам ғана, и то не проходим, сонда да тек ақылы дейді. Сіз қандай сұрақ қойдыңыз, сұрақтың басын айтсаңыз дұрыстап. 20 жыл болды, жасым 44-те, климакс басталды, үміт бар ма дейді. Жеке кеңеске келіңізші, сізді жекеше түрде қаралған жөн. Бүйтіп климакс кезінде
программа эко бағдарламасын жасаса болады, бірақ эко бағдарламасы сізді жасау үшін эмбрионды жатыр қуысына қондыру үшін біз сіздің бірінші жатыр денесін, матканы бағалауымыз керек және аналық безді. Саламатсыз ба? Сіздердің 2011 жылы түсік болған еді, Экомед клиникасына барып 3 рет эко жасаттым. Теріс нәтижелі болды барлық. Гарантийный эко программасы бар ма сіздерде? Біз ең бірінші айтатынымыз, саламатсыздар ма? Сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Гарантийный программа эко сізге ешкім гарантия дейді, гарантия деген ешкім кепіл бере алмайды. Не себептен? Эко бағдарламасында кепіл деген сөз жоқ, гарантия деген. Сіздердің жағдайларыңызда тек қана бар сіздердің және біздердің мүмкіндігіміз. Сіздердің мүмкіндік дегеніміз бағанан бері жоғарыда айтылып жатқан көрсеткіштер. Сіздердің мүмкіндік дегеніңіз сіздің жас ерекшелігіңіз, сіздердің мүмкіндік дегеніңіз бедеуліктің себебі. Сол мүмкіндіктер әрине эко бағдарламасымен шешілетін мүмкіндік болса, әрине мүмкіндік көтеруге бар. Бірақ та гарантия деген сөз емес, және де біз эко бағдарламасын гарантиямен жасамаймыз, естеріңізге сақтаңыздар. Дүниежүзі бойынша эко бағдарламасының орта жас ерекшелікке байланысты алатын болсақ, жалпы барлық себептерді қосып бедеулік ретінде алатын болсақ, эко бағдарламасының мүмкіндігі жүктілікке қол жеткізудің 40%-тен асып отыр, 35-40% дейді. Мені соны қарастырсаңыздар болады, бұл сіздердің мүмкіндіктеріңіз жалпы орташа. Бірақ та әр мүмкіндік сіздің бедеулік себебіне және де жас ерекшелігіне байланысты болады. Мужской фактор бірінші степень деген сұрағыңызды түсініп отқан жоқпын. Фотоға дайындалып жүрміз, өздігінен көтеріп қойса не болады, кезекте тұрмын. Фотоға дайындалып жүріп, өздігінен көтеріп қойсаңыз тіпті жақсы, сізге ешқандай эко бағдарламасы қажет емес. Тек қана айын күн жеткізіп босансаңыз, аман-есен босансаңыз, әрине кезегіңіз келсе, сіз кезегіңізден бас тарта аласыз. Өйткені сізден де басқа қыз-келіншектер бар, ерлі-зайыптылар бар, фотоға кезекте тұрған, өз орныңызды басқа біреуге берсеңіздер болады. Стоп қалмаңыздар, ондай жағдай болып жатса. Саламатсыз ба, лапароскопия бар ма, қанша теңге болады? Біз орталықта лапароскопиялық, гистероскопиялық операция жасалады. Бізде оперативті гинекология бөлімшеміз бар. Бұл бағаларды сіз біле аласыз. Біздің осы ИРМ Шымкент инста парақшасында барлық берілген, немесе тікелей эфирлер бар хирургтардың, немесе ИРМ KZ парақшасында қараңыздар. Эко жасаттым, бірақ жүктілік болмады. Барлық жағын тексердім, проблема жоқ. Жасым 34-те. Проблема жоқ деген болмауы мүмкін емес, ол проблема бар. Проблема ол всегда қалады, өйткені проблема болмаса, өздігінен әйелдер өздігінен отбасыда жүктілік болатын еді. Ол проблема болғаннан кейін ғана жүктілік болмай жатқан кездері болады. Өз репродуктолог дәрігеріңізге барып, қайтарым тексеріңіз, қаралыңыз, көріңіз. Менде операция болған, эко болады ма? Қандай операция? Квотаға ілінгім келген, бірақ вторичный бесплодие и бір труба ғана. Оны да алып тастау керек деді. Не үшін осындай диагнозбен тек ақылы деді, квота болмайды деді. Гүлназ, сіз тек қана труба жайлы айтып жатырсыз, басқа да көрсеткіштеріңіз қандай, соны қарау керек. Репродуктолог дәрігердің кеңесіне келіңіз, немесе жекемізге жазсаңыз болады. Экоға барған жағдайда ем жүріп, сосын барып эко жасайма. Эко бағдарламасына келетін болсаңыз, анализіңіз өзгерістер болса, сізді емдеу қажет болса, әрине бірінші ем жүргізем, содан кейін ғана эко бағдарламасы жасалады. Мужской фактор бірінші степень дегенге не протокол солай берді дейді. Мужской фактор мүмкін сіз шатыстырып отқан шығарсыз, первичное бесплодие, мужской фактор деген бар шығар. Соны айтып отырған шығарсыз. Пенсионныймен эко болады ма? Пенсионныймен қазір айтып жатыр, эко бағдарламасы болады деп жатыр, бірақ та кеңеске келіп, біздің менеджерлардан сұрасаңыздар болады, оған қажетті құжаттар бар, сол құжаттарды реттеу арқылы пенсионный фондпен эко бағдарламасы болады. Саламатсыз ба, лапароскопия 1 жыл бұрын жасаттым, сол құжат жасалған деген эко квотаға келеді ғой биылғы.
пенсионный фондпен эко салдыруға болады деген заң шықты, бірақ та қаншалықты бұл заңның өз күшіне енгені шындап келгенде әлі белгісіз, және де қалай пенсионный фондты эко бағдарламасына аударатыны сол жолдары әлі белгісіз. Алгоритм әлі ойластырылып жатыр. Саламатсыз ба, менде АМГ-07 эко жасауға болады. Саламатсыз ба, АМГ-07 мен ақылы түрде эко бағдарламасын жасауға болады. Эко жасқаннан кейін қанша аптадан кейін УЗИге шығады. Эко бағдарламасын жасасып, сізге жатыр қуысына эмбрион салғаннан кейін сіз 10 мен 14 күн аралығында ХГЧ көрсеткішін қарайсыз. ХГЧ көрсеткіші шыққаннан кейін ғана 10-14 күнде сіздің дәрігеріңіз УЗИге шақырады. Жатыр қуысындағы плодный зоны жалпы жүктілікті анықтау үшін. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Прямой эфирдің аяқталуына шамалы ғана уақыттар қалды. Сіздерде труба тексересіздер ма? Біздің орталықта айттым, ультрадыбыстық зерттеу арқылы жатыр түтік жүйесіне сұйықтық жіберу арқылы тексеріледі. Алдын ала жазылып, кеңестен өтіп келсеңіздер болады. Ал рентген, маточный труб деген біздің орталықта жоқ. Біздің орталықта гистеросальпингосонография деген метод бар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, немесе жекеге шықсаңыздар болады. Уақыт аяқталуға жақын қалды. Соңғы сұрақ келді. Квота 49 жасқа дейін бар деген заң шықты деп айтылып жатыр ғой. Әрине квота жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бойынша 49 жасқа дейінгі ол заң квота емес, ол заң бар. 49 жасқа дейінгі репродуктивтік жас ерекшелігі деп айтамыз. 18 мен 49 жас аралығында сіздер эко бағдарламасына бара аласыздар. Қай уақытта? 49 жаста. Если сіздерде экстрагениталдық ешқандай патология болмаса, денсаулығыңызға зиян келетін ешқандай аурумен учетта тұрмасаңыз, мысалы сүт безі жағынан қалқанша безі, немесе қазір көптеген тараған артериалдық гипертензия, сахарный диабет, соған байланысты ешқандай сізде қарама-қарсы көрсеткіштер болмаса, әрине эко бағдарламасын жасауға болады. Әрине 49 жаста сіздің өзіңіздің клеткаңызбен емес, аналық жасушамен емес, донорлық аналық жасушаны қолдану арқылы. Бірақ та шындап келген кезде өз денсаулығыңыздың жағдайына қарағаныңыз жөн болады. Квота 49 жасқа дейінгі деген заң әлі қарастырылып жатыр. Ол мүмкін заңға шынымен де енгізілмеуі де мүмкін квота. Сіздерде қаралып жатырмы? Қазір Алматыға көшуге тура келді. Енді ары қарай Алматыдағы ИРМ қаралуға болады ғой. Әрине, ары қарай біздің Алматы қаласындағы ИРМ орталығына қаралсаңыз болады. Өзіңізді дәрігер таңдасаңыз болады. Және де еміңізді жалғастыруға әбден мүмкіндігіңіз бар. Приемға алдын ала жазылып келесіздер. Приемға жазылу үшін біз қазір жалпы парақшада біз қалдырамыз телефон нөмірді. Колл-центрға звондау жазылу арқылы немесе жеке дәрігердің өзінің жұмыс телефоны шығып хабарласып жазылсаңыз болады. Саламатсыз ба, Бибінұр Мырзакасын қашан прямойға шыға алады дейді. Оны әлі білмеймін. Бибінұр Мырзакасының прямой эфирі бар, өткен аптада көрсеңіздер болады. ГСГ-дан кейін көтеруге мүмкіндік бар ма? Гистеросальпинграфия жасап сізге трубаңыз өтеді деген әрине қорытынды жасаса, әрине одан кейін сіздің мүмкіндігіңіз бар өздігінен көтеруге. Менің ұрқым көп дейді, неге мені сразу 5 күндік ұрқымды жұптастырып бакумде салып бермейді? Сұрағыңызды түсінбедім. Көп ұрық болса, свежий программа, свежий протоколда дейді ғой. Қазіргі программа экода біз ұрығыңыз көп болса, бірден көп ұрық сала алмаймыз. Көп ұрықтық жүктілік ол қарама-қарсы көрсетілген. Және де 2-ден көп эмбрион салу қарама-қарсы. Жалпы противопоказания дейді ғой, бар ондайлар. Мен сенің ұрқынды 2 ай размырс. Рахмет сіздерге де. Әрине, жаңағы мен сізге жауап берейін. Сізде эко бағдарламасында өте көп
клеткалар, аналық жасушалар алған жағдайда және өте көп эмбриондар пайда болған 5-ші тәулікте шыққан кезде сізде 5-ші тәулікте ешкім подсадка жасамайды. Не себептен? Өйткені эко бағдарламасының тек қана оң жақтар ғана емес, жүктілік қана емес, эко бағдарламасының өзінің теріс дейді, осложнениесі 0,1% жағдайда кездесуі мүмкін. Ол деп отырғанымыз аналық бездерінің гиперстимуляциясы болуы мүмкін, аналық безінің. Немесе сіздің жатыр қуыс эндометрик қабаты жұқа немесе қалың болу жағдайлар болуы мүмкін. Сол себептен біз бірден осы свежий протоколда подсадка жасамауымыз мүмкінбіз. Оның барлығы көрсеткіш бойынша. Сол себептен сіздің дәрігеріңіз қалай айтады, сіздің дәрігеріңізді тыңдаған жөн болар. Саламатсыз ба? Қабанбайдағы замороженный эмбриондарды Шымкентке алдыра аламын ба? Әрине, біздің ИРМ орталығында, мейлі Шымкент қаласында, Алматы қаласында болса қатырылған эмбриондарыңыз болып, сіз осы біздің орталықтарға ауыстырам деген неңіз болса, келіп біздің орталықтарға заявление жазып, өз тарапыңыздан мен эмбриондарымды ауыстыруым келеді, ауыстыруым керек деген заявление жазсаңыз, әрине сіздің заявлениеңізден кейін сіздің эмбриондарыңызды транспортировка жасап бере аламыз. Мен басқа орталықтардың бағасын білмеймін, сол себептен мен сіздерге жауап бере алмаймын. Барлық эко бағдарламасына байланысты прайс-лист бағаларын сіз біздің орталықтың IRM-KZ немесе осы Инстаграм парақшасынан білсеңіздер болады. Құрметті оқырмандар, барлық сұрақтарына жауап бердік деп ойлаймыз. Жауап бермеген, үлгермеген сұрақтарымыз болса, қарастырылмаған сұрақтарымыз болса, сіз жекеге жазсаңыздар болады. Біз ИРМ Шымкент орталығының инста парақшасы жекесіне немесе дәрігерлердің жеке кеңестеріңізге келсеңіздер болады. Барлығы түсінікті болса, тікелей эфирді аяқтаймыз. Енді сіздермен приемда, кеңесте және де онлайн кеңесте кездескенше. Қазір бізде сіз біздің орталыққа келіп протокол алмайтын жағдай болатын болса, біз айттық, басқа қалада, басқа облыста тұратын жалпы осы емделушілерге біздегі онлайн протокол беру, онлайн квота беру бізде әлі де бар. Онлайн заявка бере аласыздар. Қажетті құжаттар тізімін біз жазып қоямыз. Немесе колл-центрға звондап білсеңіздер болады. Қай дәрігерді таңдайсыздар, сол дәрігердің өзінің алдына сіздің анализдеріңіз барады. Анализдеріңіз барлығы комиссия мүшесі қарайды. Комиссиясы мүшесі сізге я деп тапса, сіз эко бағдарламасына квота бойынша жарайсыз деп тапса, сізге қайтаран протоколдың скан вариантын жібереміз. Кейін бір жола анализіңізді тапсырып, дәрігеріңізбен онлайн кеңеске шығып, бір жола эко бағдарламасына квота бойынша келсеңіздер болады. Сау болыңыздар, жақсылықта кездескенше барлық сұрақтар жекеге жазсаңыздар болады.